Сәлем достар, мен сіздермен құралай сіздерге бүгін ас мәзіріне осындай жеңіл тағамды ұсынғым келіп отыр. Бұл тағамның атын мясо по-французски деп атаймыз. Кез келген үйде қара кесек етті алып, осындай жұқа қалыңдықта турап аламыз. Міне осылай. Және ары қарай соусымызды дайындаймыз. Соусымызға қаймағымызды алып 20-15% болады. Және 4 картопымызды, 1-2 жуамызды дайындап қоямыз. Және бізге сыр қажет болады. Достар, сарымсағымызды алып, үккіштен өткізіп аламыз. 2 бас сарымсақ жетеді. Және қаймағымызды салып, үстінен шым-шым тұз сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Бұл ортасына жағатын, каждый слойға жағатын соусымыз. Және мен ана жерде приправа қостым, копченый паприка қостым, дәмі шығып тұрсын деп кішкене. Және картопымызды алып, доп-дөңгелек шеңбер тәрізді етіп, жұқа қалыңдықта үккішімізден өткіземіз. Яғни теркамыздан осылай өткізіп аламыз. Жұқа етіп кессеңіздер тіпті жақсы болады қолмен. Мен уақытты үнемдейін деп осылай үккіштен тез-тез өткізіп алдым. Жуамызды да осылай үккіштен өткізіп алдық. Мына жерде ұмытып кеттім көрсетуді сіздерге. Бірінші слой бізде етіміз кетеді, екінші слой жуамыз және жақпамызды жағамыз, жаңағы соусымызды. Одан кейін картопымызды әдемелеп төсемелеп шығамыз. Және тағы да соусымызды жағып, үстінен осы жуамыздың қалған бөлігін төсеп шығамыз. Бұлай қойып шығамыз. Және жуамыздың үстіңгі бөлігінен картопымызды тағы да осылай қойып шығамыз. Слойка болып кетеді. Бірінші ет, картоп, ет, соусымыз және картопымыз, жуамыз және картопымыз. Осылай слоймен жағып, 180 градуста қызып тұрған пешімізде 45-50 минуттай пісіреміз. Пока біздің духовкамызда дайын болғанша, пісіп бір 10 минут қалғанда осылай сырымызды үккіштен өткізіп алып, пісті деген уақытта бір 10 минут қалады. Өзі керемет болып, суы шығып, соғы шығып, әдемі болып, иісі деген бұрқырайды. Осылай картопымыз қып-қызыл болып, светін өзгерткен кезде үстінен сырымызды осылай полный бетін бәрін төсемелеп жағып шығамыз, әдемелеп. Қараңыздар, ыстық байқап істейсіздер. Және осылай үстінен сеуіп шыққаннан кейін 10-15 минутқа сырымыз еріп, өзінің түсін румяный, золотистый, сондай қызғылт, қоңыр түске енгенінше духовкада ыстаймыз пеште. Пешке салып қойып қоямыз. Достар, сіздерге айтарым, арасына қызанақ, яғни помидорды салып жерсеңіздер де болады. Кім қалай жақсы көреді, солай арасына қосып жерсеңіздер болады. Шектеу жоқ, яғни әркім қалай қалайды, солай салуға болады. Бірақ осы бір составпен пісірген дұрыс. Міне беті деген қытырлап, өте керемет болып шығады. Іші начинкалары сочный болып, етіміз балбырап, картопымыз өзінің дәмін беріп, осылай шығады. Жақындарыңызды осылай жасап, түскі уақыттағы асқа, кешкі уақытқа осылай жасап беріп, ас мәзірін осындай рецептпен толастырсаңыздар болады. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер, дәмі деген керемет болып шығады. Қаймақпен жесеңіздер тіпті керемет.